Достар, бүгінгі асқабақ пен картошканы қуыратын боламыз. Міне осындай 1,5 килограммдай картошка, міне шағын асқабағымыз 2-ге жарып қойдық. Қазір видеоны толық қараңыздар. Қалай пісіру жолын көрсетемін сіздерге. Неке достар, біз картошкамызды осылай ашып, жуып, тазалап, турап алдық. Асқабағымызды да міне дәл солай дәнегінен, қабығынан аршып, тазалап, осындай көлемде турап алдық. Бізге осы асқабақ, картошка, жуа және тұз және мынадай көлемде, 1 шай кесенің көлемінде май болса жеткілікті. Осыларды біз қазір қуырып бастайтын боламыз. Осылай міне тамағымызды бастаймыз. Майымызға жуамызды қуырып жатқанда үстіне бірінші асқабағымызды салып қуыратын боламыз. Осылай мінекей асқабағымызды қуырып бетін шамалы уақытқа жауып қоя тұрамыз. Кішкене осылай асқабағымызды қуырамыз. Мінекей асқабағымыз өстіп қуырылып шамалы төмен түсті. Үстіне енді картошкамызды қосып қуыратын боламыз. Осындай көлемде мінекей ас қасықтың жартысына тұз қосып қуыратын боламыз. Тұзын қосып, жақсылап араластырып, шаймен қуырып, қақпағын жауып қоямыз. Осылай мінекей тұзын қосып, қуырып, қақпағын жауып, сәл қуырып қоямыз. Негізі мынадай домашний бульоннан қосуға да болады. Мен өзім қоспай істеймін. Қалауларыңызша. Асқабақтың дәмі негізі өзі керемет болып піседі, негізі дәмі жақсы. Мінекей тұз қосылып, қуырылып жатқан картопымыз бен асқабағымыз. Осыны енді негізінде осылай жаймен газды басып қойып, буға да пісіруге болады. Ал асықсаңыздар, шай кесенің көлемімен кіттай ғана су себелеп, газды басып қойып, буға да пісіруге болады. Ал асықсаңыздар, шай кесенің көлемімен кіттай ғана су себелеп, ондай суды өте қажет етпейді. Өйткені асқабақтың бойында су бар. Сондықтан газды қатты қойып пісірсеңіздер, осындай 1 шай кесе ғана су құйсаңыздар жетеді. Не достар, біздің тамағымыз пісті. Асқабақ пен картопымыз, яғни асқабақтан көптеген тағамдарды дайындауға болады. Бүгін асқабақ пен картопты осылай қуырып алдық. Асқабақтың да түрлері көп. Осындай негізгі ұн асқабақтың дәмі өте керемет. Мен жаңа тамақтың дәмін көрген болатын. Өте жақсы болыпты. Енді бұл асқабақ негізі жеп тұрған пайдалы, көптеген ауруларға емдік қасиеті бар. Сондықтан сіздердің де осылай жасап тұруларыңызға кеңес берем. Біздің видеомыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Амандықта, саулықта кездескенше достар.